Сәлем, қалайсыздар? Менің каналымның тіркелушілері. Менің атым Алтын. Алдыңғы видеода осы екі өрімді сіздерге қалай тоқу керек екенін көрсеткен болатынмын. Енді осы видеода жалғастыратын боламыз. Қалай табанға жалғауды және де осының үстіндегі әдемі гүлдерімізді қалай тоқу керек екенін сіздермен бөлісетін боламын. Ал ендеше кеттік. Тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өз қолдарыңызбен лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше біз видеомыздың жалғасын бастаймыз. Неге? Осы жерден біз аяғымызға өлшеп аламыз. Аяғымызға дәлдеп, егерде таспамыз қысқа болып аяғымызға сыймай жатқан жағдайда осылай қосып тоқып жереміз. Бір жағын неге тоқып алдық. Енді екінші жағының ең бастапқы бірінші жібімізге қалған жіптеріміздің барлығын осылай айналдырып тоқып шығатын боламыз. Неге осылай бізде 7 қатар болды. Ең соңғы қатар ең соңғы мен 8-ші қатар болады. Сол қатарымызды біз табанымыздың жіптеріне жалғап өткізетін боламыз. Неге ең бастапқы ең бірінші жасыл жібімізді табанымыздың екі жағынан бірдей етіп табанымыздың жібінен ең бірінші екі жібімізді өткізіп алатын боламыз. Неге? Өткізген кезде табанымыздың бас жағы бірдей болу керек. Екі аяқ киімімізді міндетті түрде салыстырып көруіміз керек, өйткені бірдей шығу міндетті. Әрине жіптеріңізді санап өткізген кезде ең бастапқы үйреніп жүрген болсаңыздар, әрине барлық жіптеріңізді санап кесіп пішіп сөйтіп тоқығандарыңыз абзал. Өйткені бұл жерде теңдік бірдей болу маңызды. Екінші қатарымыздың жібінде тура екі жағымен бірдей өлшеп аламыз. Екіден жібімізді осындай табанның жіптеріне өткізіп алатын боламыз. Осылай аяқ киіміміздің таспа жіптерін тоқып алғаннан кейін гүлімізді тоқуды бастайтын боламыз. Неге? Қарап тұрғандарыңыздай осылай өткізіп алатын боламыз. Өте әдемі өрнек, қарап тұрсаңыздар. Сыртқа да, үйге де кисеңіздер аяқтарыңызға өте жеңіл әрі жұмсақ болып тұрады бұл жібіміз. Енді мұқият болыңыздар. Енді осы аралықтар екі жіптің аралығынан біз табанның астына қарай тесіп түсіріп жереміз. Тесіп түсіреміз. Осы артық жіптерімізді осы табанның астына екі бөлікке бөліп табанның астына қарай түсіргеннен кейін неге алдыңғы қатардың жіптерін осылай барлығын, әрине бізге бұл жерде ілмек біз
өте қажет болады. Сондықтан білмек біздеріңіз алдын ала дайындап отырғандарыңыз жөн. Барлық жіптерімізді осылай екі қатар өткізіп алғаннан кейін жібімізді ақырын шатастырып алмай астына қарай тартып түсіріп аламыз. Мінекей осылай тартып түсіріп отырасыздар. Мінекей өрнегіміз дайын болды. Осылай екі қатарға өткізіп алған жіптерімізді екіден бірге айқастырып байлайтын боламыз. Мінекей осындай мықтылап бір-біріне байлап аламыз. Байлап алғаннан кейін барлық жіптерімізді осылай кесіп өте тақап кеспейсіздер, өйткені бізге бұл жіптердің үштерін күйіру керек болады. Осылай күйдіргеннен кейін бұл жіптеріміз әрине өте ерігіш. Сондықтан еріген жіптерімізді табанның астына қарай жапсырып тастаймыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі аяқ киіміміздің әдемі таспалы өрнектері дайын болды. Енді бізге осындай ең бірінші жасыл жібімізді қолданамыз. Бұл жасыл жіп қай жерге керек десеңіздер, мінекей гүлдің ортасына осы жасыл жібімізді қолданатын боламыз. Қалған ұсақ жіптер болады бұл жерде, сондай сары жіптер болады. Осы өрнекті әдемі гүл тоқу үшін бізге осындай тақтай керек болады. Бұл тақтайды қайдан алу керек десеңіздер, бұл тақтайды универсал дүкендерде сатып алуға болады. Енді біз ең бірінші гүлдің ортасын тоқу керек болғандықтан осы жасыл жібімізді осы қыстырғыш тақтайымызға қыстырып алатын боламыз. Қазір қыстырған жібіміздің ұзындығы 70 см. Енді бізге осындай қысқа ұзындықтарда тағы да бізге жасыл жіп қажет болады. Бұл жіптің ұзындығы 50 см. Осындай 50 см екі жіп қажет болады. Енді сол 50 см жібіміздің біреусін барлық жіптеріміздің астынан осылай бір-біріне басына кигізу арқылы
осындай өрнекті жасап алатын боламыз. Енді бұл жерді мұқият 2 рет қайталап көріңіздер. Сонда үйреніп алатын боласыздар. Жалғастырамыз. Енді осы жасыл жібімізді, осы оң жақтағы, сол жақтағы жасыл жібімізді осылай біріне бірін бүктейміз. Бізге сары жіп қажет болады, өйткені гүлдің сары қатары тоқуымыз керек. Осылай жасыл жібімізді 2 бүктеп алғаннан кейін жасыл жіптің астынан өткізіп алатын боламыз сары жібімізді. Содан кейін 2 қатарлап сары жібімізді осылай айналдыратын боламыз. Енді 1 рет айналдырамыз. Ішінен тартып алатын боламыз. Осылай айналдырып шығамыз. Енді осылай 2 қабаттаймыз жібімізді, жасыл жібімізді. Енді сол сары жібімізді үстінен астына қарай айналдырып отырамыз. Ең бастағыда кішкене қиыншылық тудырады. Осылай 2-ден айналдырамыз. Әрбір жасыл жібімізге 2-ден айналдырып шығатын боламыз. Әрине, осы жібімізді 2 бүктеуіміз керек міндетті түрде. 2 қабаттап аламыз жасыл жібімізді. Осы жердегі барлық жасыл жіптерімізді 2 қабаттап, сары жібімізді сол жіптерімізге айналдырамыз. Айналдырамыз. 2 рет айналдырамыз. Осылай айналдырамыз. Жібіміз қашан біткенше. Енді 2-3 жіп қалды.
Неке толықтай айналдырып болдық. Ортаңға сары жібімізді толықтай айландырып болдық. Енді бізге алқызыл жібімізді айналдыратын боламыз. Шетіндегі гүлдің жапырақтарын осындай алқызыл жібімізбен айналдырып шығатын боламыз. Енді осы екі қабаттап алған жасыл жібімізге осы жібіміздің ұшын жарықтағы бастапқы әдіспен ұқсас осылай ұстап отырасыздар. Ішінен аласыздар. Ең бастапқы әдісте 2 рет көріп алсаңыздар. Енді осы алқызыл жібімізді барлық жасыл жіптерімізге айналдырып шығамыз. Неге біз осы гүліміздің, жібіміздің, жасыл жібіміздің әрбір қатарына осы бір гүліміздің бір жақ жапырағын тоқып отырмыз. Жапырағымыздың 4 қатарын енді біз артына қайталап екіден артына қарай тоқып отырмыз. Осылай жалғастырамыз. Енді қайтадан алдына қарай осы 4 қатарды екі-екіден айналдырып отырамыз. Енді уақыт байланысымен жалғасын келесі видеода жалғастыратын боламыз. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.